Эко туралы ойланып жүрсіңіз бе? Сізге біріншіден репродуктолог дәрігерге жазылуыңыз керек. Біріншіден өзіңізбен бірге бұрын болған ота операция қорытындыларын және гормон деңгейлерін, күйеуіңіздің рухтың анализін, сперма морфограмманы алып келесіз. МСГ туралы ұмытпай көріңіз. Ол түтіншікпен жатырдың қорытындысы. Оларға қарап, негізінде экобағдарлама түрін таңдаймыз. Яғни жалпы эко, немесе икси, пикси, имси, генетикалық тексерудің қайсын жүргізетінімізді анықтаймыз. Эко алдындағы зерттеу көлемін одан кейін жинау керек. Жинаған анализдеріңізді файл папкаға салып алып келіңіз. Мейірбике оны тексеріп, дәрігерге көрсетеді.